Бәріңе сәлем. Біздің бүгінгі подкастқа қош келдіңіздер. Бұл біздің топ мүшелері. Менің есімім Тұрлымбет Шырайлым. Мен бірінші курс студентімін, менеджмент мамандығында оқимын. Менің атым Жеңіс Шынар, мен бірінші курс студентімін, менің мамандығым салық салу және аудит. Менің атым Есен Нұржан, мен қаржы мамандығының бірінші курс студентімін. Менің атым Мұхаммедқали Ануар, мен аудит және салық салу мамандығының бірінші курс студентімін. Менің есімім Исмагулова Динара, бірінші курс студентімін, мамандығым маркетинг. Барлығыңыз көріп отырғандай, біздің жалпы салаларымыз, оқып жатқан мамандықтарымыздың көбісі қаржымен байланысты. Және соған байланысты бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы отбасындағы бюджет жайлы болады. Отбасындағы қаржыны кім басқару емес, отбасындағы қаржыны бөлек басқару керек пе, бірге басқару керек пе деген бүгін мәселені талқылайтын боламыз. Жалпы осы жайларында сіздерге сұрақ қоя кететін болсам, отбасындағы сіздердің ойларыңызша отбасындағы бюджетті бірге басқарған тиімдірек пе, әлде бөлек басқарған тиімдірек пе? Және соған ойларыңызды, бір пікірлеріңізді айта кетсеңіздер, әрқайсыңыз. Жалпы менің ойымша, отбасыда жалпы 3 тәсіл бар ғой. Ортақ, аралас және де әр адам өзінің тапқан табысын жеке басқару керек. Менің ойымша ең тиімдісі бұл аралас модель. Себебі аралас тәсілде тапқан табыстың 50% мысалы ортақ шығындарға кетеді. Яғни ол мысалы пәтердің ақшасы дегендей, азық-түлік сатып алу және басқа да үлкен және қажеттілігі зор заттар. Ал қалған 50%-ын адам өзінің жеке басына және әртүрлі бағыттарда құрта алады. Яғни бұл ең тиімді және де ең көп қолданылатын тәсіл деп ойлаймын. Жалпы бұл тәсілде 50% ғана емес, мысалы, одан да көбірек немесе азырақ бөліну мүмкін, әр адамның өзінің тапқан табысына байланысты болады. Араластан басқа екі моделіміз болды ғой, ол жеке және де бөлек деген. Бөлек және ортақ деген. Сол жайлы не ойлайсыздар? Ортақ модель деген бір кісінің тамағы ақшалық бөлуі емес пе? Ортақ модель деген ол екі ерлі-зайыптылардың екеуінің де ақшалары ортақ бюджетке қойылады және ортақ сол бюджеттен екеуі ақылдасып отырып, соны бірге құртады деген секілді модель. Жалпы олардың ақшасы толықтай ортақ бюджетке. Толықтай ортақ бюджетке қойылады. Менің ойымша, бұл негізі өте ыңғайлы деп ойлаймын бір жағынан. Бірақ кей кездерде мүмкін дау пайда болуы мүмкін, енді келіспеушілік деген сияқты, мысалы бір кісі көбірек ақша табады, біреу аз табады деген сияқты, енді ол адами фактор деп ойлаймын. Бір жағынан жалпы, бірақ ол модель өте жақсы деп ойлаймын негізінен. Ал мысалға бөлек модель бар. Әр адамның табысы өзінің қалтасында қалады және де әр адам оны қайда жұмсайтынын өзі шешетін болады. Бірақ бөлек модельде теңсіздік тууы мүмкін. Мысалы, мен фрилансер болып жұмыс жасасам, фриланс ол өзі өте тұрақсыз сала. Сондықтан күйеуім көбірек ақша тапса, сіз аздау табасыз деген сияқты, да? Мысалы, ол кісі миллион теңге табуы мүмкін, сіз 200 мың табасыз, айырмашылық екі түрлі болуы мүмкін. Соны айтқыңыз келіп тұр ғой. Ондай отбасылар үшін меніңше біз мысалы салық төлеу жүйесінде пайызбен төлейміз ғой. Сол секілді мүмкін жаңа бір модель жасаймыз ба, бір пайызын ортаға салып деген секілді. Себебі 1 миллионның барлығын бір адам салып, екінші адам одан азырақ салып, ол ортақ бюджет деп емес. Менің ойымша ол бір пайызын салу керек оны. Бірақ онда пайызын салса, онда ол аралас модельге жатып кететін секілді. Аралас модельдің жалпы көптеген тәсілдері және де ережелері бар. Мысалы, оның бірі 50, 30 және 20% деген бір ереже. Яғни тапқан табыстың 50% бұл ортақ шығындарға кетеді. Яғни ол шығындар өте қажетті болып саналады отбасы мүшелері үшін және жалпы отбасы үшін. Яғни ол тамаққа құртылған ақша, пәтер жалдау деген секілді және тағы да басқа көп ақша қажет ететін салалар, бағыттар. Одан бөлек қалған 50%-ын 20-ға және 30-ға бөліп, 20%-ын инвестицияларға, немесе акцияларға, немесе жай бұл тапқан табысты ақшаны жинауға, құртуға, немесе бөлуге болады. Қалған 30-ын азық-түліктен басқа, тағы да мысалы киім алу деген бағыттар болады. Бұл да кей кезде қажетті аздау, бірақ бәрібірде өмір салтын жақсарту үшін әр адам бұндай бағыттарға өзінің ақшасын құрту керек. Енді бөлек
ақшаны жинау жайлы айтатын болсақ, оған қалай қарайсыздар? Мысалы батыс елдерінде, көбінесе Еуропа елдерінде адамдар ақшаны бөлек-бөлек ұстайды, яғни әр адамның өзінің ақшасы бар, олар бір жаққа барғанның өзінде әркім өз үшін төлейді деген секілді. Осы модельдің кемшіліктері мен артықшылықтарын енді бір ойланып айта кетсек. Менің ойымша жаңағы бір жағдайды қарастырайық. Мысалы бір кісі миллион теңге табады, біреу 200 мың теңге табады. Былай қарасаң арасы 5 есе. Ол 5 есе деген өмір сүру деңгейін екі түрлі болуы мүмкін. Мысалы бір кісі там iPhone ұстайды, бір Samsung ұстайды деген сияқты ғой. Бұл жерде ыңғайсыздық туындауы мүмкін да, екі адамның арасында. Бұл бүйткісі келеді, мына кісі сөйткісі келеді деген сияқты. И ортасында фактор не болады? Ақша болады деген сияқты. Ол бір жағынан кемшілік болады. Егер артықшылығына келетін болсақ, әр адам ақшасы өзінде қалады деген сияқты негізінен. Бұл модель негізі тиімсіз модель. Тағы бір кемшілігі не менің ойымша, егер де олар қатты осылай бөлініп кететін болса, әркімнің өзінің қаржысы болса, немесе болашақта олардың балалары болатын кезде де олар ақшаны бөліп жүретін болса, ол отбасының құлдырауына алып келуі мүмкін деп ойлаймын. Көршілер сияқты өмір сүріп, бір-бірімен байланысты жоғалтуы мүмкін, менің ойымша, кемшілік ретінде. Менің ойымша, бөлек модель бұл біздің менталитетімізге сай емес. Сондықтан мысалы жігіттер біз бірінші кездесуде де қызға төлеуге бермейді. Негізінде Жалпы бұл менталитет бізге әр адамға, ұлдарға да қыздарға да тәрбиемен бірге сіңірілген, және де европалық осы 50-50-ге көшу үшін бізге көп уақыт керек болады, жылдар, мүмкін 10 жылдар. Ал жалпы енді менің ойымша бұл бізде өзгермейді. Мүмкін жалпы Қазақстан бойынша ортақ модельге келіп сондай болады деген ойдамын. Шынымен де ортақ жүйе, тәсіл бұл бізде көбінесе қолданылатын тәсілдердің бірі деп ойлаймын. Себебі ортақ бұл өте тиімді. Себебі екі отбасы мүшесі болса, екеуі де ортақ қорға ақшаны жинайды, және де кез келген нәрсені олар бірге қосып бірігіп ала алады. Және де егер де олардың бір үлкен мақсаттары болса, мысалы жаңа пәтер алу деген секілді, немесе көлік алу, одан да бөлек шығындар болады. Оның барлығына екеуі үлес қосып сатып алады. Яғни ешқандай түсініспеушілік жоқ. Себебі екеуі де үлес қосады, екеуі де қай бағытта ақшаны құртылатынын біліп отырады. Осы ортақ жүйенің бір салдарын айта кетсек, мысалы ортақ жүйе болған кезде, жаңа айтып отырмыз ғой, барлығын бір қорға жинайды деп. Және осы кезде бір мысалы бір-біріне деген тәуелділік пайда болады деп ойламайсыздар ма? Себебі бір шешім қабылдау үшін, мысалы, егер де мен қатты бір теледидар алғым келіп тұрса, ал менің жұбайыма ол ұнамаса, немесе оны қажет етпесе, екеуміздің қызығушылықтарымыз екі жаққа кетсе, ол тәуелділік алып келеді деп ойламайсыздар ма? Жалпы ортақ модельдің қалай айтсам, жақсы жағының бірі әр адамның өз ақшасы болады ғой. Мысалға, менде 500 мың жалақы болса, мен оның 200 мың ортаға қоямын, ал 300 мың өзімде қалады, және де 2 айдан кейін мысалға мен жақсы теледидар ала аламын дегендей. Күйеуім қарсы болса да. Жалпы қарсы болғанда мұнда екі адам бірдей шешу керек деп ойлаймын. Себебі олар бір отбасы, бір үй болғаннан кейін бәрібірде ол теледидар мысалы сол үйге келеді. Яғни ол теледидарды байқамау мүмкін емес сіздің жұбайыңызға. Сол себепті оны бәрібірде екеуіңіз талқылап сонда шешім қабылдауыңыз керек. Сол себепті бірақ енді ол әр адамның, әр отбасының өзінің бір ұнатқан, ұнатпаған жақтарына байланысты, әр адамға қаншалықты тиімді және де жақсы келетіндей шешім болып келеді. Және ортақ модельде егер де мысалы екі адамнан құралса отбасы, бір адам қаржылық сауаттылығы өте төмен болуы мүмкін, және де екінші адам бұл жағынан жақсырақ болуы мүмкін, шешімдерді жақсылап қабылдауы мүмкін. Сол себепті екеуі бір-біріне көмектесіп отырады, және ешқандай түсініспеушілік болмайды. Яғни кейбір адамдар шынымен де тапқан ақшасының барлығын керек емес бағытта құртуы мүмкін деген секілді. Бұл ортақ модельдің тағы бір плюсы. Мен бір өте қызық модель ұсынғым келіп отыр. Қараңыздар. Екі кісі жалпы белгілі бір табыс табады, и ол әр табысын өзінің бір 50%-ынан қорға жинайды. Яғни жаңағы ең бірінші мысалды алайық, миллион теңге, 200 мың теңге.
миллион теңгенің жартысы 500 мың, 200 мың теңгенің 100 мың дейсің. Сол екеуін қосқан кезде 600 мың теңге болады, ол белгілі бір қорға жиналады. Ол қор бос ақша деп те айта алмаймын. Жетпеген жағдайда біресе алатын керек кезде, мысалы азық-түлік алатын кезде мүмкін қауіпсіздік үшін деген сияқты. Бір жағынан да жаңағыдай орынсыз сатып алуларды да не істеу үшін, құтылу үшін ол жағдайдан жаңағыдай келісіп те сатып алуға болады. Егер де келіспеушіліктер пайда болса, мысалы мен алғым келіп тұр, ол маған қажет деген сияқты, енді әр адамның талғаулары әртүрлі деген сияқты секілді. Өзінің ақшасы қалады ғой, жаңағыдай 100 мың теңгесі қалады, мүмкін аз ақша болып көрінуі мүмкін, бірақ оның өзінде де ол ақша ғой, былай қарайтын болсақ. Содан кейін жаңағы ол адам өз табысын көтергісі келсе, жаңағы өзінің қалған ақшасын белгілі бір инвестицияға жұмсау мүмкін, 100 мың теңгесін бірсеге салады, одан ақшасы көбейеді деген сияқты. Оның арқасында жалпы қордың да саны көбейеді да, оған салынатын ақшасы. Жаңағы мысалы 200 мың теңгеден 400 мыңға көтереді, 400 мың жартысы 200 мың, одан 700 мың теңге шығады деген сияқты жалпы санайтын болсақ. Бірақ жалпы менің ойымша отбасылық қорға бөлінетін ақша әр адамның жалақысына байланысты болу керек. Мысалға, себебі 200 мыңнан 100 мың қалған, 100 мың шынын айта келсек, қазіргі мысалға Астанада өзіңнің бір керек жарақтарыңа жұмсай алмайсың, ол шынына келе аз болып қалады. Ал 500 мың ол жақсы ақша деп айтуға болады. Сондықтан мысалға 200 мың табатын адам ол азырақ қосылу керек. Ал миллион табатын адам ол мысалы көбірек қосуы мүмкін. Бірақ ол әр отбасының өзіне бір ұнайтындай болу керек. Ортақ жүйеде әйел жұмыс жасамайтын отбасыда менің ойымша әр адам өзінің болашағын жоспарлау керек. Сондықтан егер ол өзінің ақшасын ұстаса, бұл ажырасқанда да өте қолайлы құрал болады. Жалпы әр адамның өзінің бір қаржылық қоры болу керек. Мысалға, әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін, сондықтан да сол кезде өзін-өзі ары қарай алып кете алатындай. Мысалы, енді отбасы екі адам үйленген кезде әрқайсының өзінің жеке бюджеті, жеке қоры болады ғой. Және мысалы көбінесе әйел адамдарды алатын болсақ, олардың қауіпсіздік бір қоры болу керек деп санаймын. Себебі тек қана бір бюджетке немесе бір қаржыға, бір адамның қаржысына тірелетін болсақ, онда ол кейін әртүрлі жағдайлар болған кезде өзінің қауіпсіздігіне зиян тиюі мүмкін. Ол енді үйсіз қалу мүмкін деген сияқты жағдайлар бар ғой әртүрлі. Жалпы қаржы маманы Әсел Ауылбекова әйел адамдарға үйленгеннен кейін, мысалы оған дейін көлігі, пәтері болса, оны орта бюджетке салмауға кеңес береді, себебі одан кейін айырылып қалса, ол жаман болады дегендей. Бұл негізінен біздің қазақ моделі өте қажетті деп ойлаймын. Жаңағыдай ғой, біздің Қазақстанда еркек адамдар көбінесе жұмыс жасайды, әйел адамдар үй шаруасын істейді деген секілді. Соған байланысты әйел адамдар дефункционалды болып қалады, яғни жұмысқа қалай айтсам болады, қабілеттері азаяды деген сияқты. Мысалы, жұмысқа алушылар ол әйел адамды алғанша жігітті алған жақсы, өйткені оған дейін жұмыс істеп келеді деген сияқты, оған тиімді ғой. Гендерлік теңсіздікке алып келеді. Ол уже басқа гендерлік теңсіздікке алып келеді. Және де жаңағыдай айырылысып кетті дейік, ойлайық енді, Құдай сақтасын, ондайда жалпы айырылысып кеткен жағдайда, мысалы, әйел адам бала-шаға бағуға үйреніп қалған кісі жұмыс істемейді, жұмыс ақша таппайды деген сияқты, ол кісі өзі қалады. Жаңағы жігіт балдармен қалады. Мысалы, жаңағы жігіт өзінің жалақысы бар, өзіне өмір сүруге жетеді. Даже егер де бір жағдайды қарастыратын болсақ, үйді қалдырған өзінен де, мысалы, үйдің де өзінің бір ақшасы бар ғой, суын төлейсің, газын төлейсің деген сияқты, оның өзі де бір ақша. Оған да бір ақша алып келу керек қой, енді жаңағы кісі жұмыс істемейді деген сияқты. Ол жаңағы модель өте ыңғайлы негізінен. Белгілі бір қорған болу керек та бұл жерде. Тоқтай келсем. Және осы орайда бір шешімдер өзіміздің атымыздан ұсына кетсек, жалпы қай модель жақсырақ болады? Біз енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, аралас деп, ортақ болу керек деп. Ал егер де былай алатын болсақ, мысалы, кім басқару керек деген тағы да бір сұрақ бар. Мысалы, менің ойымша, тек ол адамның гендеріне,
ол әйел еркек деп қарамайды, ол оның кімнің қаржылық сауаттылығы жақсырақ, сол басқару керек деген секілді, менің ойымша. Мысалы, әйел адам егер де үйдің шығындарын жақсы білетін болса, коммуналды шығындарды білетін болса, тамаққа, киімге қарай ақшаларды білсе, неге мысалы ақша көбінесе әйел адамның қолында тұрмасқа деген сияқты сұрақ. Бірақ ол гендерға байланысты емес, жалпы кімнің басқара алатынына байланысты. Бірақ бір жағынан қаржылық сауаттылық әр адамның білуі тиіс ақпарат. Сондықтан үйдегі екі адамда қаржылық жағынан сауатты болса, екеуі неге бірге басқармасқа? Ол өте тиімді болады деген ойдамын. Иә. Сонымен біздің тағы да ойларыңыз бар ма? Менің ойымша жалпы сіздің ойыңызға жалпы келсем, қаншама ақшаң болсан да оны сауатсыз құртай берсең де оның бір бітеді ғой, не десең ол дегенде. Ең бастысы ақшаны қалай жұмсау керек. Даже егер де 50 мың теңгем болса да онымен өмір сүруге болады, егер қалай құрту керек екен десең де. Иә. Тағы да ойларыңыз бар ма? Иә, шынымен де негізі бұндай нәрселерді отбасы құрудың алдында шешу керек. Яғни екі адам алдын ала бір-бірімен келісімге келу керек. Яғни біз қалай бюджетті бөлеміз деген секілді. Бұл өте маңызды сұрақтардың бірі. Сол себепті бұл негізі ішкі іс, сол себепті әр отбасы өздері шешеді. Енді бұл шешімді негізі қабылдаған кезде тек екеуіне ғана байланысты болады. Сонымен бүгінгі біздің тақырыпты қорытындылай келе, менің ойымша біз бір ортақ шешімге келдік. Ол жалпы отбасындағы бюджетті бөлу, ол әр отбасының өзіне байланысты, әр адамның өзіне байланысты. Егер олар өздеріне тиімді бір жолды тауып келісе алса, оларға бөлек-бөлек төлеп өмір сүрген тиімді болса, неге солай төлемеске? Себебі әр адам өзінің шешуге құқысы бар дегендей. Ал екінші жағдайда біздің мемлекеттің моделінде мысалында алатын болсақ, біздің еліміз көбінесе ТМД елдерінде осы аралас модель, яғни ортақ бюджетті ұстану, бірақ өзіміздің де ақшамызды алып қалу деген сияқты кең таралған. Сонымен бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды, мәресіне жетті. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.